Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің бұйрығына сәйкес 2022 жылдың 25 сәуірінен бастап ерекше өкімге дейін республика аумағында тұрғындардың заңсыз сақталған, яғни ішкі істер органдарының тіркелмеген атыс қару, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттар сатып алу жөніндегі кең ауқымда акция өткізілуде. Осыған байланысты Шымкент қаласы Еңбекші ауданының аумағында аталған акция аясында полиция қызметкерлерімен 1000-ға жуық ақпараттық парақша таратылып, халық көп шоғырланатын орындарда жабыстырылған. Нәтижесінде тұрғындар тарапынан осы акцияға қызығушылық танытып, үйінде заңсыз сақтаған 10 дана атыс қарулар мен оқ-дәрілер алып келіп тапсырып, орнына ақшалай сыйақы алды. Сол заттарды тапсырған азаматтарға ақшалай сыйақы беріледі. Ең үлкен ақшалай сома 306.300 теңге қарастырылған. Естеріңізге сала отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылмайтындықтарыңызды түсіндіреміз.